Алан, бұл не? Бұл бәйтерек монументі. Монумент деген не? Монумент дегеніміз тарихи оқиғаға байланысты тұрғызылған ескерткіш. Сонда бұл ғимаратты неден жасаған? Құрылысты металдан, шыныдан және бетоннан жасаған. Анау төбесінде жарқырап тұрған не, Алан? Ол самырық құсының жұмыртқасы. Қалай сонда? Құс жұмыртқасы сондай үлкен бола ма? Саша, ол шын емес қой. Бұл алтын түсті шар. Аңыз бойынша бәйтерек өмір ағашы. Бәйтеректің төбесіне самырық құсы жұмыртқа салады. Бұл ескерткіш өмірдің белгісі. Қандай үлкен монумент? Қанша қабаттан тұрады екен? Монументтің биіктігі 97 метр. Ғимарат 3 бөліктен тұрады. Онда асхана, аквариум, шағын галерея бар. Ал қазір жоғарыға көтерілейік. Ол жақта не бар? Онда елбасымыздың оң қолының ізі бар. Ол аялы алақан деп аталады. Оған қолыңды қойып, тілек тілесең, міндетті түрде орындалады дейді. Рас па? Онда тезірек